Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді зебра пирогын дайындаймыз. Сіздермен бірге мен Нұрдана, және де достар, бұл ең керемет әрі ең дәмді сәтті шығатын рецептісі. Бізге керекті заттар табақ, разрыхитель, майонез, жұмыртқа, какао, ұн және де қант қажет. Ең бірінші ыдысымызға 5 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 150 грамм қант саламыз, жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін майонез саламыз, жақсылап араластырамыз. Майонез бізде 1 қасық болу керек. Разрыхитель 1 чайная ложка саламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Енді ұнды саламыз. Ұнды бізде қатты көп салуға болмайды. 200 грамм көлемде салып берсеңіздер болады. Одан кейін 2 ыдысқа бөліп саламыз. Біреуіне какао саламыз да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді 2 ас қасық сайын осылайдан сәндейміз. Осылайдан өздеріңізге ыңғайлы етіп сәндеп алсаңыздар болады. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей бізде дайын болды. Ең керемет әрі сәтті